Өтіріктен не сарытық, байлауы сөздің болмасы. Өтіріктен не сарытық, ағайын туыс дос-жаран тұрмаса саған іш тартып. Қиналғанда көрінер дұшпандай құшаратып. Жеке көрдіңіз, өткенде Кореяға барғанбыз. Енді ол кісілер осында келіп жатыр. Жалпы түсінуге болады, әлем негізінен ешқандай қоспасыз өнім өсірумен айналысқысы келеді және соны жақсы бағаға алады. Ол дегенімізде денсаулық. Денсаулық, сол денсаулық үшін ешқандай удовлетворение дейміз ғой. Қоспай өсімдік өсіруді алдыға қойғанда, қанша жері тар болса да, бұл кореецтер де соған қатты көңіл бөліп жатыр. Себебі бұлар түсінді, біз дәрімен өсірген бүкіл өніміздің тұла бойы дәрі болғаннан кейін, ертең ішкеннен кейін ол біздің денсаулығына үлкен әсері бар да. Былай айтқанда ұлтты ойлап жатыр ғой негізі. Бұлар да енді ұлтты ойлап жатыр, денсаулық бірінші орынға көтеру арқылы да. Өйткені денсаулық болмаса байлығынан не пайда да? Өйткені мысалы бізде былай ғой, бізде неше түрлі өнім бар, соның ішінде сен таңдап ал да бар не қоспасы өнімді ал дейміз. А олардың бүкіл жерінде сол қоспасы өнім. Өйткені ұлтты ойлау деген негізі өте маңызды ол жақта. Енді біздерде қалай аз ғана ақша шығарып, көбірек ақша табу бізде маңызды. Мысалы, қандай да бір нәрсені өсіріп шығарсақ, 100 теңгеге сол тоқтаса, біз соны 1000 теңгеден төмен сатпауға тырысамыз. Неге? Біз аз уақытта көп ақша тапқанды қалаймыз біріншіден. Екіншіден, осы шаруам биыл бар, ертең бола ма, болмай ма деген өзіне деген сенімсіздік. Оны ертең істейін ба, істемейін ба деп. Сондықтан сіз қарасаңыз, қазір Қазақстанда тұрақты бір бизнестің түрімен айналысатын адам жоқ. Биыл картошка сарып жүреді. Ой, не болды, мына үйтіп қалды, бүйтіп қалды деп, келесі жылы қауын қарбыз сарып жүреді да, бір жыл қарасаң бидай сарып жүреді. Бұл тұрақсыздық негізі бизнесте өте кедергі. Неге дейсіз ғой? Өйткені себебі тұрақтылық деген, әлем өзі тұрақтылықпен тұр, иә? Тұрақтылық деген тұрақты баю, тұрақты даму дегенде. Бізде тұрақсыздығымыз, мысалы, биыл сізден алманы біреу келіп алды, иә? Жарайды, бәлкім үйтті төмен бағамен алды. Бірақ ол салыстырмалы түрде көреді ғой, басқа алмалармен салыстырғанда сіздің алмаңызды жақсы сатты. Ел сіздің алмаңызға деген сұраныс білдірді. Соны келесі жылы сізді іздеп келсе, ол кісіде алма жоқ, ол кісі басқа бір нәрсе сататын болып кеткен да. Сонда қарасаңыз, осы жерде тұрақсыздық болмауының арқасында адамдар клиенттерін де жоғалтып алады. Шетелде осы сен бір нәрсе өсірдің бе, елдің бәрі біледі, сен қарбыз өсіресің, сенен кеп қарбыз алып, жылда қарбызға заказ береді. Енді ондай біраз тұрақты шаруашылықтар бар оңтүстік жақтарда. Дегенмен де осыны әлі бір дұрыс жағдайға қоя алмай отырмыз. Сондықтан бұлар, мысалы, сол кәсіппен айналысты ма, өмір бойы сонымен айналысатын болады ғой. Сондықтан сол кәсіптің бүге-шігесін бәрі толық біледі. Мысалы, сіз биыл бара салдыңыз, ой, қарбыздан пайда шашетектен дейсіз де кірісіп кетесіз. Бірақ ауа райына байланысты, немесе уақытқа байланысты бір нәрсені сіз дұрыс істемейсіз. Сосын арбызыңыз ойлағандай болып шықпайды. Онымен зат тастауға болмайды ғой, адам тәжірибені жылдап жинайды. Біреудің айтқанымен шаруа істей салу деген ол тәжірибе емес. Ол тәжірибе нені әкеледі? Біріншіден сіз қалай көбейтуді білесіз, қалай үлкейтуді білесіз, қалай клиент тартуды білесіз. Осының бәрі жаңағы тұрақты дамуға, тұрақты баюға келеді. Одан айтайын деген нәрсем, тұрақтылық дегенде, мысалы, Кореяның өзінің тұрақтылығын көрдіңіз, бұлар егерде $100 салып, содан $10 пайда көрсе, бұлар үшін ол пайдалы дүние. Өйткені айына сол белгілі айлықтың көлемінде ақша тауып отырса, одан артық бұларға үлкен дүниенің керегі жоқ. Сонымен өзі Кореяны өткенде көрдіңіз, орташа жалақы күнделікті $100. Бұл бұлардың күнкөрісіне тағы да басқа нәрселеріне жетеді, және соны жоғалтпаса болды. Олар одан кейін біз сияқты айында жаңағындай $3000 емес, $30.000 тауып алып, сосын 10 ай бойы жұмыссыз жүру деген нәрсе жоқ та. Өйткені біз солай ғой енді, бір нәрсені сатсақ көпке сатып, сосын ол затты таппай, немесе оның бағасы көтеріліп кеткен деген сияқты тұрақсыздық. Бұларда сол тұрақтылық. Сол тұрақтылық деген енді негізінен бизнестің қағидасы өзі сол тұрақтылық. Ал тез баю, тез кедейленген коммерция, Қазақстанның экономикасының әлсіз жері осы, әлсіз тұсы. Өйткені себебі біз аяқ асты байимыз да, сондай ақшаға марқайып қаламыз, бірақ сол ақшаны
дұрыс ары қарай жұмсап дұрыс орнына сала алмаймыз. Мысалы мен бір кісілерді білем, аяқ асты $1 миллион тауып енді қалтасында со сөмкесінен $1 миллион жүріп, бірақ олар кәсіптің еш нәрсені білмегеннен сол ақшаны бір жылға жеткізбей жоғалтып алды. Неге? Біреулер сұрайды, ойбай мына жерден байымызды апарып салады, ол жерден ештеңе шықпайды, күйеді. Солай 2 рет, 3 рет жобаға салады да күйеді. Неге? Бұл ақша басқару мәдениетін үйрене алмағандықтан. Оған да кәдімгідей білінбе керек. Сондықтан біздерде мысалы осы Алматының төңірегіндегі адамдарды қарасаңыз, барлығы өте тез байыды. Жер сатты, жердің құны көтерілді, бәрі үй сатты, жер сатты, сонымен тез байыды. Содан кейін ойлады, енді мына мысалы $10,000 жер алдым, $100,000 саттым, $100,000 жер алдым, миллионға саттым. Енді осы миллионға жер алсам 10 миллионға деген сияқты жаңағы бір ашкөздікпен сондай жерлерді алып тастаған адамдар бар да, бірақ та сол кезде $1 миллион қалған жерлерін қазір $100,000 өткізе алмай отырғандар да бар да. Сондықтан ол кезде бір нәрседен келді ма үлкен қаражат, яғни ол ылғи олай тұра беру мүмкін емес, бизнестің басқа түріне қарай ауысу керек еді да. Алып сату деген ол бизнес емес, коммерция бір күн бар, бір күн жоқ. Бизнес деген тұрақтылық, сондықтан бір өндіріске қарай бет бұрған дұрыс та, қандай жағдайда да.